Ақыл жүректің суаты. Адамға ақыл керек, іс керек, мінез керек. Біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос. Құдайдан қорқ, пендеден ұял. Балаң бала болсын десең, оқыт, малыңды аяма. Өзің үшін еңбек қылсаң, өз үшін оттайтын хайуанның бірі боласың. Адамшылықтың қарыз үшін еңбек қылсаң, Алланың сүйген құлының бірі боласың. Жеңсікқойлық тез тозар. Ой кеселдері уайымсыздық, салғырттық, ойыншы күлкішілдік, қайғыға салыну, құмарға берілу. Надан адамның көзі болғанымен ойы болмайды. Ынсапсыз істің ақ қарасына бармайды. Пайдасыз тақыл, байлаусыз ақыл. Өсекші ел тыныш болса зат. Ақылсыз би болмас, сәулесіз үй болмас. Пайдаменен залалды ақыл айырады. Ауруды жаратқан Құдай, бірақ ауыртқан Құдай емес. Бұрынғы ата-бабаларымыздың бұл замандағылардан артық екі мінезі бар екен. Елбасы топ басыларына тоқтай білетіндігі мен намысқойлығы. Көп шуылдақ не табар, билемесе бір кемел. Сұлулық сүймектік, пайғамбар сүннеті. Жүректен қызық кеткенде, тәннен қуат кетеді. Мұңдасқан көңілде кір қалмайды. Өзі жат елде қайыршылық қылып жүріп, өз елім бай деп мақтайтындар, Құдай қарғағандар. Малыңды жауға, басыңды дауға салып, қор қылма. Өз шошқа, өзгені ит деп ойлар. Жақсы дос, білген сырын сыртқа жаймас. Қусың десе, қуанатындар да кездеседі. Арлану ақылдының ісі. Әйтеуір анадан тәуірмін ғой деме. Жаманға салысып жақсы бола ма? Жақсыға салысып жаман болады дағы. Жұрт жас бала, жылатып тартып алма. Есебі жоқ ант ішпе. Қаруыңның барында қайрат қылмай, қаңғып өткен өмірдің бәрі де жел. Пендеде бір іс бар, жалығу деген. Ол тағдырда адаммен бірге жаратылған нәрсе. Оны адам өзі тапқан емес. Оған егер бірліксе, адам баласы құтылмағы қиын. Ақыл қайрат сезімді бірдей ұста, сонда толық боларсың, елден бөлек. Көкірегі сезімді көңіл ойлыға бәрі анық. Ғылым Алланың бір сипаты. Жастықтан бір күлгенің мың қаралық. Мал жұтайды, өнер жұтамайды. Жаман дос көлеңке, басыңды күн шалса, қашып құтыла алмайсың. Басыңды бұлт шалса, іздеп таба алмайсың. Имансыздың сыртын қанша жусаң да, іш оңбайды.
Баланың жақсысы қызық, жаманы күйік. Баланы ең әуелі мейір шапағатқа, одан соң ақыл парасатқа, ақырында нағыз пайдалы ғылымға, еңбекке баулы. Кейбіреулерге қанша мал бітсе де, байлық бітпейді. Досыңа достық, қарыз іс. Хақ сөзді бала айтса да, тоқтамақ керек. Назарларыңызға рахмет.